Балалар, бүгін біз қазақтың ұмыт болып бара жатқан ұлттық тағамы қарма туралы әңгімелесетін боламыз. Қарма балықтан жасалады. Экранға назар аударайық. Қалай жасалатынын көрейік, иә? Білген ұлттық тағамымыз қарма әзірлейміз. Қарма сорпасын әзірлеуге барлық балық жарай бермейді. Оған жайын, қыран, дөң маңдай немесе ақ балық алған дұрыс. Біз бүгін ақ балық қайнатамыз. Міне, қараңыздар. Және сорпаның қамырын илеу үшін ұн қажет болады. Әрине, ұнды сумен илейміз. Және бізге тұз қажет. Бір бас пияз, сәбіз және картоп қажет болады. Айта кететін маңызды ақпарат, балықты қайнату барысында оны салқын суға салып қайнатуға болмайды. Сол үшін ең бірінші қазанымызды жағып, суымызды қайнатып алғанымыз абзал. Ендеше кеттік. Балалар, қарма деген тағамды қалай жасалатынын көрдік, иә? Апай, қарма деген тамақтанды ма? Иә, дәмді болады, Алихан. Олай болса, қарманы қалай жасалатынын зерттеп көрейін. Жарайсың, Алихан. Bak götür. Mine. Bırak. Mine, Bu oldu şöyle. Oldu. Қарма балықтан дайындалады. Сондықтан мен папамен шекараға балық аулауға бардым. Папа маған қармақты қалай ұстау керектігін үйретті. Біз дариядан сазан балығын аулап алдық. Сазанды анамызға апарып береміз. Баламыз бүгін сізге қазақтың ұлттық тағамы, ұмытылып бара жатқан тамағы, қарма деген тамақты дайындайтын боламыз. Яғни бұл тамақ неден дайындалады? Балықтан дайындалады. Және картоп, жуа, сосын тұз, бұрыш, паприка қосатын боламыз. Бірінші қайнап тұрған суға біз не салып аламыз? Ең бірінші жуаны салып аламыз. Жуаны, туралған жуаны салып аламыз. Жуадан кейін картоп саламыз. Суға енді не саламыз? Балық саламыз, сосын 10 минут қатты қайнатып аламыз да, 10 минутқа астын басып қоямыз. Балығымыз піскенше қолдан қамыр жайып, ол қамырды алып салатын боламыз. Бұл неге ұлттық тамақты қарма деп айтамыз? Себебі балықты піскеннен кейін сүйегінен тазалап, қармалап, соны сүйегінен тазалауды қарма деп атайды. Қамырды осылай дүрттімалақтық жүнжықтағы жайып аламыз да, кішкентай көпіршітіп қалап, жаңағы қайнап жатқан балықты сүзіп алып, суға не істейміз? Қамырын салатын боламыз. 5 минуттан кейін алып, табаққа саламыз, Менің мамам қарма тамағын дәмдеп жасап берді. Мен қазақтың ұлттық тамағы қарманың қалай жасалатынын білетін болдым. Қарма өте дәмді тамақ екен. Қарма тамағын зерттеуге көмектескен ата-анама рахмет.